Мен Африкада тұратын районды көрсеткім келіп тұр, но қорқып тұрмын кішкене. Потому что уақытта видеоға түсіретін болсаң, рұқсат түсірме деп ақылайды. Ақылағанша түсіре берейін қазір. Мен осы жерде өмір сүремін. Мынау біздің көше. Ана біздің үй. Осы бірінші жерде тұрамын. Monsieur, je ne sais pas chinois. Ah, c'est pas chinois. Je suis kazakh. Ah, le Kazakh. Oui. Pourquoi tu n'as pas le... Non, il n'y a pas c'est chinois. Regarde, regarde. Сөйлеп жатыр. Осындай район, по идее байлардың район, но именно ең алыс жағына тұратын болғандықтан кішкене осындай жолдың шетінде тұрамыз. Мына жерде мусор. Мына жерде мусор. Мына жерде осындай бутиктер бар. Және обычный халық тұратын жерлер, мына жерлер. Қорқып тұрмын кішкене. Құрылыс заттар сататын, биден заттарын сататын магазин. Bonjour. Мынау кішкене бутик. Тамақ сатады екен. Мынау біздің үй 5 этажда. Соны кішкене алып көрсетіп жіберейін. Кстати, ең прикольный үйдегі нәрсе ол ворота. Әр машинаға өзінің воротасы бар. Бір машина тұр, мысалға. Бұл да осы үйде тұрады. Әр машинаны өз воротасынан кіргізеді. Міне, главный воротаға барамыз қазір. Сосын көрсетем. Мына жерде таулар бар. Жалпы Яунде өзі таулың ортасында тұратын қала. Сондықтан бүкіл жерде таулар. Мына жақта да таулар бар. Мына тарафта да таулар бар. Мына көрінбейді. Үйдің төбесіне шыққанда көрінеді. Мына жерде де біреудің үйі. Главный ворота ең үлкені. Қазір кіріп көрсетем. Осылай, мына жерде үйдің астында осындай кладовка сияқты деполар бар. Әр үйдің өзінің деполары. Есіктер тұр ғой мына жерлерде. Солар. Мынау охранниктер отыр. Әр үйде охранник болмаса қиын бұл жақта. Сосын мынау суды качать ететін насос деп айтама. В общем, осы жақта генератормен су. Мынау біз бірінші жерде тұрамыз. 5 этаж үй. Мына ең үстіндегі этажға өткенде ұры түскен үшін осылай решеткалар қойып қойды. 5-ші этажға түсті ғой ұры. Біздің үйге түскен жоқ. Мынау осындай гардиандар. Гардиан ол охранниктер. Bonjour. Мына жерде парковка бар. Мына осындай парковочный алаң тоже. Мына парковка дегенде осылай тұрады машиналар. Дәл осылай. Мына жерге де бір машина кіреді. Мына жерге де бір машина, арғы бетке 3 машина тұрады, получается. Ал мына жақта уже то же самое суды жинайтын жер и электричествоға генератор деп айтамыз. Қазақша қалай болатынын білмеймін. Осы жерде периодически бензинге ақша беріп тұрамыз, чтобы электричество өшіп қалған кезде осы автоматически қосылу үшін. Электричество осы Африкада өте часто өшеді. Осындай красивый вид, по идее, сидеть. Вот. Наш дом. В плане дом почти новый. Жаңа үй 5 жыл болған салғанына. Мынадай осы жерде жұмыс істейтін жұмысшы. Ол мына жерде подъездге кіріп жүк тұрады. Подъезд үнемі лай болып кетеді. Кафель болған үшін. Сондықтан бұл жаққа кіріп жүк тұрады. Лифт бар, лифт карточкамен істейді. Карта ал керексің. Картты алған кезде мына жерге карт басасың. Солай қай этажға баратын тоже басасың. Жүштемен. Ал біз осы лестницамен көтерілеміз. Бірінші этажда болғандықтан. Осы жерде, кстати, бірінші этаж дегенде сразу кірген кезде этаж болмайды. Екінші этаж, по сути, бірінші этаж болып есептеледі. Вот. В целом үй неплохой. Басқаларына қарағанда. Потому что местныйлардың тұратын үйлері
олар тек ағаштан и кішкене шатыр болады, жаңбырдан тимейтін қылып сондай болады. А бұл байларға арналған үй болып есептеледі, потому что местілердің бағасы ақшасы жетпейді сондай үйге. Бұл айына бір айда тұру үшін бұл жаққа $1000 керек. И бұл жақта ай сайын төлемейсің ақшаны. Бұл жақта сразу 1 жылға төлеп қоясың, сосын барып тұрасың. И страховка 2 айға төлейсің тоже. Полез. Маған кішкене аллергия шығып кетті мына жақтарға. Бұл да охранник. Беладжо деген арендовать ететін ресторан. Обычно бұл жақтан праздниктер өткізіп тұрады адамдар. Көп үйлену той деген сияқты. Видеоға түсіріп тұрсын бәрі маған қарап тұр ғой. Көрген ғой видеода. Неге түсіп жатыр деген көздерімен. Осылай район. Тыныш райондарда бар, өте Бастос, Гольф деген. Но ол жерлерде өте аренда қымбат. Сондықтан не бар, соны қолданамыз. Ана жерде айтқандай бізді көбінесе Қытай болып қала береді. Нихау деп барлығы. Но мен всегда айтып отырсам, мен Қытай емеспін деп, қазақпын деп. Но қазақтарды ешкім білмейді, сондықтан Қытай емеспін деген кезде кәріссің ба дейді, немесе жапонсың ба деп сөйлеп шығады. Қазақтарды көбісі біле білмейді. Көбінесе адамдар бастарына осындай заттар қойып сатып жүреді. Мынау мысалға бір түсінбедім, бірақ көп осындай сатып жүреді. Бір пример түсірме дейді. Monsieur, s'il vous plaît, carte. C'est carte, oui. Oui. Carte жоқ менде. Merci. Merci. Осылай. Бірінші этажда тұрсақ та коляскамен болған үшін осылай лифтпен кіру керек. Еще Африкада көбінесе мен байқаған странность деп айтсам болады. Аяқ киімді мына есіктің алдына шешіп кетеді. Бізде солай істейміз. Бір жағынан таза, бір жағынан сол. Мне кажется, жақсы. Ешкім сезбейді. Ой, есік алдында тұра береді. Біздің үй. Осылай колясканы күнделікті қойған аяқ киімдерді осылай сыртта тастап кетемін. Мына жерде главный есіктен кірсек, аяқ киім салатын ыдыс бар. Ана жерде салонға өтетін есік бар. Но мен оны жауып қоямын, потому что мына жақта да тоже есік бар. Екі есіктен шығып жүрмеу үшін. Мына жақта бізде кухня. Мына жерде салон. Бірінші салонды көрсетіп кетейін. Салонда мен мына жерге былай Қазақстанның туын іліп қойғым. Шетелде жүрсең патриот болып кетеді екенсіз. Мына жерде біздің тамақ ішетін орын. Мына жақта керек емес столиктерді қойып қойғанбыз. Және мына жерде отырып чай және сұхбет жасауға болады. Отырып домбыра да бар. Себебі Қазақстанды сағынғандықтан осындай домбыра, ту осындай алып келгенбіз Қазақстан өзінен. Көп жерді көрген домбыра, Дубайда да жүрген. Мына жерде укулеле, бұл менікі емес. Кішігірім менің кітаптарым. Және мынандай мына жерде жайнамаз, кішігірім стол. Және үлкен, даже панорамный деп айтсақ болады, үлкен окно бар. Бұл окно, кстати, бүкіл жерде осындай решеткалар. Біз бірінші этажда тұратын болғандықтан осындай решеткалар. Кез келген жерде. Мына жерде де не бар? Үлкен
балкон, но решеткамен есік, темір есік. Кіріп кету, адамдардың кіріп кету өте оңай, сондықтан осындай решетка болмасы керек. Мына жерде өткенде мен баламның туған күні болғаннан кейін жасап қойған декорациямыз. Мына өзі шарын несі кетіп бара жатыр. Ауасы. Мына жақта достар. Ой, достар деп қойған. Ойыншықтар баламның. Міне баламның өзі ойнап жүр. Қан. Және мына жерде менің суреттерім. Мен осы мына жерлерге іліп қойғым келген, бірақ тесуге болмайды деді хозяин, үйдің хозяин, сол үшін теспейтін болдық. Естіп қойып қойдым. Кейін обзор жасап жүрсем болады. Келесі бөлмеге барайық. Келесі бөлме бізде кухня. Кухняға мындай кішкене комод заттар қойып қоятын, ыдыстар, тамақтар. Міне қараңыздар, барлық жерде осындай решетка. Мынау тоже балконнан шығатын, кухнядан шығатын балкон. Бұл да осындай дәу темір есікпен, келесі мынандай тоже кілтпен. Балконда обычно мангалсына жағамыз. Мен жақта кір машина бар. Мен обычно мына вообще калитканы вообще ашпаймын, потому что қорқам. Ана жерде тоже мына решетка жығады, қара решеткамыз өзіміз қойып қойдық. Арт жақтан біреу кіріп кетпесін деп үйге. Ана жақта бәрі темір есік болғандықтан кіре алмайды, но сонда да қорқтық. Все же, мына жерде заттарымыз тұрады, кішігірім ауатты алып кетпесін деп жауып қойдық. Мына жерде құлыппен жауып қойғанбыз. Мен обычно бұл жаққа шығуға қорқам, сол үшін обычно шықпаймын. И үйде тұрамыз. Таня, пандаңды алма. Сосын мына жерде газ, мынау кішкене шоколадтар, газ. Мен ежедневно қолданамын газды. Мына есікте, мына терезеде де осындай решетка көргенде. Бүкіл жер кафельден жасаған, даже стеналар. И мына кухонный бар, ол өте биікте орналасқан. Мен былай еле стою. Биікте орналасқан өте ыңғайсыз. Сондықтан мен андай столик қолданамын. Қамыр, бір нәрселер жасағанға осындай столик болмасы керек, потому что мына жерге ештеңе сыймайды. Ал мынау өте биік, ол жаққа заттар қоймаймын. Мынау холодильник, заттардың бәрін сондықтан мына жаққа қоямын. Күріш, сладкий, жұмыртқа бәрі осы жақта тұрады. Ал ашитын бүкіл продукты және не жұмыртқа көп келеді, сондықтан бәрін холодильникке қоюға тырысамын. Солай. Бұл мына жақтан біз кіріп келдік. Кіріп келген кезде, кстати, туалет бар, мынандай кішігірім қонақтарға арналған. Санузел, туалет, айнасы бар. Мынау сонымен ұзын коридор. Ұзын коридор. Жалпы 4 бөлмелі үй. Мынау да менің сурет салатын бөлмем. Обычно мындай пылесос орынды қойып қоямын. Но көбінесе бұл жақта сурет салынады. На диванда отырамын, мешта сурет салынады. Даже мына жердегі есіктерде, терезелерде мындай решеткалар бар. Мына стена, үйдің стенасы, үйдің жанындағы қорғау стенасы типа. Өте жаңбырдан осындай жағдай нашар болып кеткен ғой. Жаңбыр көп жауады Камерунда. Рабочий стол. Вот. Даниялның күніндегі естелік. Кстати, мына жақ негізінде спальня ғой, кішкене детский осындай. И осындай не береді, барлығында осындай стенаға жабысып қалған шкаф болады. Үнемі сюда. Что-то өзі қара бірдеңелер шығып кеткен, слишком ауа, слишком нәм болған үшін. Олар кетпейді. Шкафтар алу қажет емес сондықтан. Ол шкафтар бар. Бұл есі жоқ тұрған. Мынау комната тоже екінші комната, но бұл пустой. Пустой тұрады. Мен обычно бұл жаққа киімдер жайып қоямын. Мен мына жерде де стена көрініп тұрады. Бұл жаққа да особо кіре бермейміз. Стена осындай жағдайға түсіп кеткен жаңбырдан. И үйдің ішіндегі стеналары тоже осындай жаңбырдан суланып түсіп жатады. Мынандай болып кеткен. Мен қорқам даже көруге. Солай. Мына жақта да спальня болған үшін осындай
осындай шкаф, бәрі бір-біріне ұқсайды негізінде. Мынау мен бұл жақта керек емес заттарды қоямын, керек емес заттарды қойып қоямын. Сол үшін өте удобно. Мына жерде, кстати, үйдің электричествосын төлеу үшін тариф сияқты. Қазақстанда не кәдімгі обычный интернетке тариф салған сияқты. Мысалға 30 мың салсаң, 30 мыңды қаншалықты қолданасың, соға дейін қолданасың, сосын қайтадан саласың. Картадан чересің. Картада өзінің номері бар, соған осы жаққа ақша саласың. Ақша салған екен, біткенше қолданасың. Сосын ай сайын солай. Енді келесі мынау жерде уборный, душы бар. И мынау біздің спальня. Спальныйда осындай кондиционер, тоже үлкен, ең үлкен шкаф осы жақта. И балконның есігі бар. Мен обычно балкон есігін вообще ашпаймын, потому что тоже ашып қалып кетіп, ұмытып кетіп, қорқып қалдырып кетсем, бұл ашып біреулер кіріп кететін сияқты, сол үшін қорқамын. Бұл жақта да осындай решетка, үлкен есікпен. Мен міне көрдіңіздер ме? Өте ауыр су болған үшін осылай бүкіл жерде стена по чуть-чуть түсе береді осылай. Масаханамен жатамыз, потому что масаханасыз масалар опасный, түні бойы ұйқы бермейді. Мынау біздің жатын төсек. Мынау Даниалдың төсегі. Мына жерде ваннасы бар, туалеттің ваннасы бар, ана жақта душы бар. Солай. Мына төсекті, кстати, мамам Қазақстаннан тігіп жіберген, мен алып келгем. Ерінбей, соны бір багажға салып, мынаны да пепиге деп тіккен. Оны да алып келгем, ерінбей. Багажымыз 46 кило болса да. Мынау айна. Түскілмей қалды.